Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, нөмір 35-ші Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің 9-шы сынып оқушысы Сәдуақас Нұрай. Мен бүгін ерекше серігіммен келдім. Бұл алма. Неліктен алма? Себебі бұл жай ғана жеміс емес. Бұл менің жобамның мәнін ашатын маңызды символ десем де болады. Бұл алманы екіге бөлетін болсақ, оның ішінен кішкентай ғана тұқым шығады. Осы тұқымды жерге ексек, одан үлкен жемісті ағаш өсіп шығу үшін оған не қажет деп ойлайсыздар? Әрине, су, жарық және де қамқорлық. Дәл солай, біздің мектебіміздегі әлеуметтік осал топтағы оқушылар да біздің қамқорлығымызға мұқтаж. Менің ойымша, кез келген оқушы қандай да кемшілігіне қарамастан тең мүмкіндіктерге лайық болу қажет. Бұл жобамның өзектілігі неде? Мектепте барлық оқушылар тең мүмкіндіктерге лайық емес. Оны мойындау қажет. Кейбірі өзін еркін ұстай алмайды, кейбірі шығармашылық араласпайды, кейбірі қоғаммен байланыс орнатқан кезде қиындықтарға тап болады. Біз бұл жағдайларға көз жұма қарамауымыз қажет. Осы тұста біз тең мүмкіндіктер мектеп атты жобасын қолға алуды шештік. Біздің жобамыздың мақсаты неде? Жасанды интеллектті пайдалана отырып, балалардың шығармашылығын арттыру, сондай-ақ инклюзивті қоғам құруға үлес қосу. Жасанды интеллект бұл жай ғана болашақтың технологиясы ғана емес, сондай-ақ балалардың өзін-өзін еркін ұстауына көмек беретін бірден-бір құрал. Қолымдағы бұл кітаптар сіздер үшін жай ғана ертегі кітабы сынды болуы мүмкін. Алайда, бұл осы кітаптардың басты кейіпкерлері, ерекше балалар үшін олардың сезімдерін, армандарын жаза білген күнделік секілді. Қазіргі заманның тренді жасанды интеллект. Жасанды интеллект бұл құрал, ал оны қалай қолдану біздің қолымызда. Біз балалардың ойларын жүзеге асыру үшін Midjourney және де ChatGPT бағдарламаларын қолданған болатынбыз. Midjourney мәтінді суретке айналдырады, ал ChatGPT балалардың жазған әңгімелерін өңдеп, әдемі мәтінге айналдырады. Біздің жобамыздың маңызды бөліктерінің бірі бұл сандуғаштың тарихы. Сандуғаш ДЦП диагнозы бар, үйден оқитын ерекше оқушы. Ол көп уақытын үйде өткізгендіктен қоғаммен байланыс орнатқан кезде қиындықтарға тап болады. Біз сандуғаштың қызығушылықтарын зерттедік. Ол сурет салғанды, яғни боямақтарды жақсы көреді екен. Кітап оқығанды жақсы көреді, алайда қызығушылығы тез сөніп қалады екен. Біз сурет салып отырған кезде оған сұрақ қойдық. Осы суреттерге қарай отырып, сен туралы кітап жазсақ қалай болады? Сандуғаш жүре алмағандықтан мен понимен ұшқым келеді. Ертегідегідей ханшайым болып, достарымды құтқарғым келеді деген болатын. Сандуғаштың қиялында шек жоқ. Ол осы жобадан кейін осы ертегі желісі бойынша мультфильм жасап, оны өзі дыбыстап, Қызылорда қаласында өткен хакатон жарысына қатысқан болатын. Қыз болды. Оны досы. Осы жоба арқылы сандуғаш тек қана шығармашылық тұрғыдан ғана дамып емес, сондай қоғамда өзін еркін сезіне бастады. Ол өзін енді ерекше бала емес, қоғамда өзін көрсете алатын тұлға ретінде сезіне бастады. Біз командамызбен осы жобамен шабыттандық, зерттедік. Мен өзім кімге көмек бере алатынымды түсіндім. Алайда осы әлеуметтік жобаны жүзеге асыру барысында маған кім көмек бере алады деп ойландым. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, мына үлкен ұйымдар тек қана қызығушылығын ғана танытып қана қоймай, сондай-ақ ресми түрде келісімшартқа отырдық. Ойлап қараңыздаршы, Москва қаласындағы Юколап ұйымы бізді танымайды. Алайда Қызылорда қаласы, Сырдария ауданы, Тереңөзек ауылының ерекше оқушылары жайлы құны 150 мың теңге тұратын кітапты тегін жазып беруге келісіп отыр. Жасанды интеллект бізге жаңа жол ашты. Біз жасанды интеллекттің көмегімен боямақтар, пазлдар, үшті форматтағы кітаптар жасап шығардық. Сондай-ақ 10-нан астам оқушы өз тарихын жазып, ал олардың еңбектері өз тұсынан үлкен жобаға айналды. Қазіргі таңда біз Қызылорда қаласына орналасқан ерекше балалармен жұмыс жасайтын оңалту орталығының сұранысы бойынша ондағы балалармен де жұмыс жасап, олар туралы кітап жазу барысындамыз. Біз әлеуметтік осал топтағы оқушыларға тең мүмкіндіктер бере алдық. Сондай-ақ балалар тек қана шығармашылық тұрғыдан ғана дамып емес, өздерін еркін сезіне бастады. Ал буллингтің алдын алу үшін біз барша балалармен ортақтаса жұмыс жасадық. Сондай-ақ олар өздерін қоғамның бір бөлігі ретінде қабылдай бастады. Әлші жақтарына келетін болсақ, барлық бала бірдей деңгейде технологияны меңгере алмады. Алайда біз әр балаға ыңғайлы болатын әдісті таңдап, оны меңгеруге көмек бердік. Қандай қауіптер бар? Яғни барлық бала цифрлық құралдарға қол жеткізе алмайды. Алайда бізге мұғалімдер мен еріктілер көмек берді. Ал біз жобамызды дамытуға қадам жасадық. Мен сөз басын алмамен бастаған едім, ал енді оны сіздерге ұсынайын. Ол сіздердің қолдарыңызға тиген кезде оның қандай болатынын білмейсіздер. Алайда оның ішін ашсақ, оның ішіндегі тұқымды көресіздер. Бұл біздің жасап жатқан игі істеріміз. Егер де біз осы тұқымды алып, жерге егіп, бар қамқорлығымызды беріп, одан үлкен жемісті ағаш пайда болған кезде, бүгінгі жасап жатқан игі істеріміз ертеңгі берекелі қоғамның бастамасы деген қорытындыға келеміз.